Өзімізді таныстырып өтейік, я? Менің есімім Сауле болады. Мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Соңғы кездер психологиямен өзімді тануменен айналысып, оның ішінде жаңа мастер-кит деп уже Төле би айтып қойды. Мастер-китпенен айналысып, өзімді реттеп, өмірімді реттеп, жан-жағымдағы қатынастарымды реттеп алдым да, сосын барып басқаларға тиісейін дедім. Басқаларға өмірде жақсы жаңалықтар көп болсын, айтайын, бөлісейін деп осы Инстаграм парақшамды жүргізіп жатырмын. Орысша бастадым. Орысша, қазақша әртүрлі жаза беремін. Екі тілде маған бірдей. Сөйтсем көп адамдар қазақша жазшы, біз орысша түсінбей жатырмыз дегеннен кейін бүкіл түгелдей қазақшаға өтіп кеттім. Мен қазір тек барлығын қазақша жазып, қазақша түсіндіріп, оның ішінде сосын барып уже даже проработка не екенін түсіндіріп, соңғы кездерде айналысып жүрген тірлігім осы болып жатыр. Адамдар мастер-китті естіп жүр, жалпы да санамен, түп санамен жұмыс істеу керек екенін, өзіңді өзгерту үшін, өміріңді өзгерту үшін өзіңнің миыңды өзгерту керек екенін бәрін біледі да, бірақ қалай екенін білмей жүреді екен. Соларға бір нетейін дедім да, көмектесейін, көрсетейін, істеуге болатынын ашып, былай түсіндіріп, даже проработка жасатып көрейін дегенім ғой. Ал менің серігім бұл жерде эфирде, тоқта Төле, сені де таныстырып кетейік та. Менің серігім эфирге шығып жатқан Төле би деген жігіт. Өзіңді айтып кет, кімсің, қайдансың деп. Анарбекұлы Төле би, Шымкент қаласынан болам. Ақырғы кезде осы соңғы 5 жылда психологиямен қатты увлекация етіп жүрмін. Оның ішінде ислам да бар. Енді осы мастер-кит жайлы сіздің бірінші, мен мастер-китті мүлдем білмеппін, аффирмация, жалпы кітаптарды өте көп оқыдым ғой, психология жайлы, түп сана. Бірақ осы мастер-кит жайлы, сіз жайлы, сіздің неңіз страницаңыз арқылы білдім да. Енді сол жайлы көбірек қызық болып тұр да маған. Соны көбірек түсіндіріп кетсеңіз, мастер-кит жайлы. Жоқ, Төле би, мынандай бір не айтып кетейік та. Сен 5 жылдан бері психологиямен айналысып келе жатсың, я? Том-том кітаптарды оқып тастадым дедің. Ең маңызды кітаптар саған әсер еткен қандай болды? Луиза Хейдікін оқыдым, аффирмациялар жайлы. Бірінші Луиза Хейден бастадым, Диспензаның кітабын оқыдым, Шамиль. Жалпы өте көп қой олардың санын айту деген өте. И барлығында айтылатын нәрсе, әңгіменің барлығы не дейді ол жерде? Енді қараңыз, міне, ол жерде айтады да, түп санамен жұмыс істеу үшін, мысалы өзіміз тәрбиелейміз, жаман ой ойлама. Оның өзі стресс та, уже жаман ой ойламағаныңыз, сен контроль ұстайсыз да, всегда өзіңіз контроль етіп, бір нәрсе қылса өзіңді наказывать етіп, бір резинаны тартып қал деп қолдағы. Бірақ оның өзі біздің адамдар, вот аффирмациялар, олар сіздердікі сияқты мгновенно жұмыс істемейді да, бірақ олар жұмыс істемейді деп айта алмайды, жұмыс істейді. Жоқ, жұмыс істейді, олардың барлығы істейді, бірақ кішкене ұзақтау, я? Ұзақтау біздің өзім білетінім, мен өте көп адамдарға психология жайлы айтамын, аффирмация жайлы айтамын, закон притяжения, визуализация. Бірақ бір істейді, екі істейді, одан кейін уже істемейді да, біздің адамдарға мгновенный результат керек да, бүгін айттың уже ертең деген сияқты. Сол ғой, сол мен айтып жатқаным сол нәрсе. Мен де осы жерде қосылғандарға айтып кетер едім да, эфирде оншалықты көп адам жоқ, Әбекен ғана отыр ма, кім отыр өзі дейді. Одан өзімізге өзіміз айта берейікші. Жарайды, біз екеуміз өзімізбен өзіміз сөйлесе берейік, басқалар записьте қарап алар да. Онда мен саған айта берем, сен маған айта бересің. Басқа ешкім тыңдамаса өздері біледі. Жарайды. Біз Төле би екеуміз негізі бұл тақырыпта уже біраздан бері сөйлесіп жүрміз. Я? Яғни жұмыс істемейді емес, бүкіл кітаптарда жазып жатыр да, түп санаңа, жаңа, саналы түрде өзіңді контрольда ұста. Я, жақсы сөйле, жаманды таяп қой. Жаңағы шариғатта да айтады да, тек қана сөйлейтін болсаң жақсыны айтқын дейді, әйтпесе үндеме деген сияқты. Луиза Хейміз айтты, аффирмациялармен өзіңді реттегін, өзіңді жақсы көрем деп айнаны ұстап алып, өзіңді жақсы көріп бастағын деді, я. Джо Диспенза, Джон Кэха, олардың бәрі айтып жатыр, түп сана, подсознание деген күші мықты нәрсе. Негізі, күнделікті өзіңменен жаттығу жасап жүретін болсаң, ол дегеніміз жаңағы визуализация жасайтын, өзіңнің түп санаңды, яғни подсознаниені сендіресің дейді. Күнделікті айтып саналы түрде жұмыс істей берсең, түп сана оған сенеді. Міндетті түрде сенеді, а сенген нәрсе ол орындалады. Біз әр кезде айтамыз ғой, негізі ойымызда не бар, сол өмірде болады.
ойлап жаңағы келіп жатыр мен. Да. Мысли материальный деген нәрсені естіген бәрі біледі да. Сондықтан барлық ойларымыз материалданады. Оған күмән жоқ. Біреулер айтуы мүмкін, енді жаман нәрсені біз не ойлап өзімізге шақырып алыппыз ба, жаңағындай бір жаман болып қалды, біреу бүйтіп қалды деген нәрсені да. Сен оны шақырған жоқсың, бірақ сен одан қорықтың, иә? Қорыққан кезде ол сенімен міндетті түрде орындалады. Сен өйткені оны уже миыңа отырғызып қойдың, мида сол жаңа ой тұр, ол орындалу керек. Мида жазылған нәрсенің бәрі орындалады міндетті түрде. Сондықтан сен қорықсаң қорқынышты жазып қойдың, жаңағы бір нәрсеге күмәндансаң ол күмәнді жазып қойдың, соның бәрі орындалады. Ал егер жақсы мақсаттарды қойып, оны да жазып қойсаң, олар да орындалады. Бірақ біз өзіміз ана сенбейміз да, сенбей ананы бүйтіп орындалайын деп келе жатқан нәрсені қайтарып жібереміз ғой кейде. Сол нәрсеге. Ал енді қара, Төле би, сен айтып жатсың, аффирмациялар айттым, жаңағы неменен жұмыс істедім, барлық нәрсемен. Өте ақылды жігітсің, мен білем да. Біраз нәрсені білесің, посттарын осы маған жазылған адамдар болады, Төле биді танымайтындар. Қазір мен белгілеп қоямын, неден кейін, эфирден кейін. Төле бидің страницасына кірсеңіздер, өте пайдалы жазбалар көп. Өзінің оқығандарын бұның ой елезегінен өткізіп, қазақша, орысша барлығын жазып жатыр. Мотивацияны мықты алуға болады, түсінуге болады. Енді оның барлығы теория, былай қарағанда да. Ал теорияда негізі қалай практикасын жасаймыз, сол кешірім практикасының өзін қалай істейміз дегендер адамдар өте көп екен. Мен бүгін пост жаздым. Реніш туралы. Бірінші реніштің не екенін жалпы түсіндіріп кеттім. Сосын өзімнің жақында жасаған бір жеке кездесуімдегі бір келіншектің ренішін қалай біз проработка жасағанымызды айтып пост жаздым. И соған менде не дейді анау комментарийде немесе жекеме келген сообщениялар өте көп болып кетті ғой. Жеке жазып жатыр. Елдің бәрінде мынандай хаттар ғой. Дайректке жазған хаттарды көрсең, менде пәленшеге деген реніш бар еді. Менің ренішім мынандай. Осы қасында танып жүрген адамдарды айтуға нетіп жүргеннен осындай өйстіп құтылуға бола ма, лезде бола ма деген сияқты өте запростар көбейіп кетті. Мен даже бүгін үлгермедім бәрімен жұмыс істеп. 3-4 келіншекпен сөйлестік біз. Сол түстен бері қарайдың өзінде әрқайсына енді бір сағат уақыт кетті кішкене. Түсіндіріп, оның ситуациясын тыңдап нетуге, ал проработкаға 5-10 минут уақыт кетті. Шын мәнінде. И жаңағы алғаш звондаған кезде маған жаңағы менде мұндай еді, ондай деп звондаған келіншектерді соңында Сәуле апай, рахмет, күшті болып қалдым, осындай деп қоштасқан кездерінде мен өзім риза болдым. Бүгін бір окрыленный жүрмінші, шынымды айтсам. Сонша бір адамдардың олар еще жылдап болған нелер ғой, бір кісі айтады, мысалға 21 жылдан бері енді тұрмыста, бірақ содан бері жиналған нәрселер бар деп та. Соны мысалға біз жеңілдетіп, енді прям қазірше түбегейлі кеткен жоқ, себебі ол жерде тағы біраз нәрселер бар да, самооценка сияқты, басқа сияқты. Бірақ әжептәуір жеңілдеп қалдым. Жылап отырған апай да, жылап отырған жерінен әдем болып қоштасты. Күліп, өз-өзіне жаңағы сенімділігі артып дегендей да. Келесі бір келіншекте, қорқыныштарын жойды. Жоқ, қорықпаймын дейді, сондай ештеңеден қорықпаймын, керек емес деп нақты айтып жатыр да. Енді сондай бір нәтижелер көрген екен, ойлайсың да, действительно мастеркитте берілген әдіс, мастеркиттің өзі емес. Мастеркит ол просто мына ручка сияқты нәрсе. Ол бір құрал, пылесос па, біздің жаңағы. Инструмент он просто. Просто онымен дұрыс жұмыс жасай білу керек екен. Оның қойған сұрақтарын мен солардың мысалға адамдарға мастеркиттің тренажеры сияқты болдым да. Мен оларға айттым тренажердің сөздерін, оларға сұрақ қойдым, сұрақтарға жауап алдым. Сөйтіп жаңағы жұмыс істедік та. Жауаптарын таптық, оны трансформация жасадық сосын. Ең маңызды нәрсе бұл жерде жаңағы установканы тауып қана қоймай, оны трансформация жасау. Әркімде әртүрлі установка. Мен енді жалпысы келет бір-біріне да, бірақ әркімдікі өзінше бөлек та. Қорқынышы басқа бір себеппен керек. Біреудің реніші бірдеңе үшін керек. Әйтеуір барлығында бір себептер бар. Өзін кінәлі сезінетін адамдар көп, өте. Жаңағы немесе бір жалпы өмірге өкпелеп жүрген, сондай нәрселер көп екенші. Соның бәрін бүйтіп проработка жасауға болады. Проработка жасаған кезде ол еще түбегейлі кетіп қалды ғой. Түбегейлі кетеді адамның ойы өзгереді. Мен қуанатыным сол. Ана бірінде қыз бен мамасы келген жайлы айтып беріңізші, сол да өте күшті ғой. Ол мен подругам болатын да.
шынымен ол подруга мысалға мен баяғыдан таниды, біледі, бұл мастер-кит пайдаланып жүргенін біледі. Негізі өзі де мықты келіншек ол да. Менімен қатар ғой. Мықты келіншек, өз-өзін жасап жүрген, өзі бұндайлардың бәрін оқып жүрген, уже баяғыдан. И өзі де көптеген жетістіктерге жетіп жатыр мысалға да. Бірақ жаңағы енді бір кішкене болсын адамдарда бәрібір бір жерде қорқыныш, бір жерде күмән деген сияқты нәрселер бар ғой. Сөйтеді да, енді қызын ертіп келді. Қызының бір қорқыныштары бар сияқты дейді да. Қорқынышы бар сияқты. Оның даже не екенін нақты білген жоқ. Сөйлесші, пожалуйста, деп ертіп келіп маған. Сөйлестім. Біз енді мастер-китте жалпы түсіндіретін нәрсе да, барлық нәрсені подсознание, немесе біздің түйсігіміз образ ретінде көреді. Себебі енді ол контроль жасай алмайды деп айтады, оны қабылдай береді телефон. Жоқ, контроль жасауға болады. Я подсознанием контроль жасай. Біздің подсознание любой нәрсені принимать ете береді дейді. Егер біз оны өзіміз контроль жасамасақ ше, ол былай фильтр жасай алмайды дейді да жалпы. Фильтр жасай алмаймыз, Фильтр деген оның ғылыми дәлелдесең әлі көп нәрсе бар да. Бізде действительно мынау миымызда бір не бар. Фильтр бар жалпы да. Ол жаңағы біз өзіміз бүйтіп сұрақ қойып жүрген, біз өзіміз назарымызда ұстайтын нәрселерді көбірек тартады өзіне, и оны біз прям елезектен өткізіп көреміз. Мен мысалға Toyota машинада жүрмін ба, мен үшін Toyotаларды көремін. Егер мен екі қабат болып қалдым ба, мысалы беремяшкалар ше, мен өзім сондай болған. Қасындағы адамның бәрі беремяшка сияқты да. Біз нені ойласақ, өзің қызыл көйлек киіп алсаң, осы қызыл көйлектер көзіңе түсіп кетеді. Сондай сияқты нәрсе ғой ол. Біз притягиваем то, что мы не притягиваем, барлық нәрсе бар ғой, просто назарымыз соған ауады да. Сондай нәрсе сияқты да. Вот біздің миымызда не бар, соған біз көбірек назар аударамыз. И жаңағы миымызда рас деген нәрсе бар, ретикулятивная активирующая система деген. Алан Пиздің кітабында жазған ол туралы. Сол нәрсе електен еткізіп отырады екен. Негізі 4 миллиард ақпарат күніне біз қабылдаймыз. Ментально болсын, былай зрительно, дыбыспен, оқып, басқақты көріп, сондай бір бірліктегі ақпарат қабылдаймыз, бірақ оның барлығын біз сознаниямен біле бермейміз да. Қалғанда бессознательно жазылып жатыр. Контрольда ұстай алмаймыз оның барлығын. Подсознание это мощная сила, оны ешқандай компьютердің күші жетпейді ондайға. Бүкіл барлығын ақпаратты қабылдап отқан. Бірақ оны біз мән береміз, мән бермейміз. Білеміз, білмейміз, сондай да. Ал енді соның ішінде біз сөйтіп мән бермеген не деген ақпараттар жазылып қалған, жаңа қорқыныштардың өзі. Мен жаңағы мысалды айтып көрейік та, енді кішкентай қыз, мен образ ретінде қараймыз дедік қой, образын қарадық. И образда ол қыз. Көрдім ғой, сізде маған көрсеттіңіз ғой. Образ ол қызда қарайды да, образында өзін жап-жақсы әп-әдемі қызбын деп ойлайды. Мен айтамын, кішкентай образыңды, яғни біздің ішкі жан дүниемізде жаңағы взрослый я, значит, ребенок я дегендер бар ғой, психологияда оның бәрін үйретеді. 3 түрлі күйіміз бар. Соның жаңағы ребенок түріңді көрші дейміз ғой. Ол сөйтсем қорқады дейді бірдеңеден да, вот прям білдіріп жатыр да. Неден қорқасың? Иттен қорқамын, ал сосын шықты. Неліктен, қауып алды ма, тістеп алды ма? Жоқ, тістеген жоқ, ештеңе болған жоқ. Прям қалай қапты? Просто көршінің үйінде ит огород жақта сөйтіп қапқаннан қорқамын. Ал сосын барып жаңа түбін іздей бастаймыз ғой. Неліктен, не десең, мамасы отырып алып, мә дейді ғой. Біз кішкентай кезінде, сәби кезінде, әлі кішкентай ұйықтап жатқанда как раз ұйықтап жатқан кезде жаңағы абав келеді, ұйықта деп айтатын едік дейді. Біздің героямыз қосылып жатыр ғой экран эфирге. Абав келе жатыр, ұйықта деп қорқытатын едік дейді да. Сол кішкентай сәби кезіндегі сондай қорқыныш жазылып қалған просто баланың миында. Он бала білмейді мысалға да. Фиксируется, конечно. Біз қазір барлық айтқан нәрсеміз баламыздың миында нетеді. Біз өзімізге де қазір саған айтқан нәрседе ол фиксируется, сен маған айтқан нәрседе фиксируется. Мы кладезь знаний дейді ғой, ми деген бір мықты нәрсе, оның бәрін етеді. Сәлем, Гүлжанар. Барлығын сақтап алады өзіне. Так, енді соны проработка жасап, бір 5 минуттың ішінде, 5-10 минут шығар, мұзалады. Ар жақ бер жағын түсіндіріп, кішкене айтып, не екен, қайдан шығатын бәрін неткен кездерде. Проработка жасап, мүлде құтылдым десем болады. Мысалы, оны мамасын тағы да. Проработка қайтып келуі мүмкін ба, қайтып келмей ма? Негізі
проработка жасалған нәрсе түбімен кетеді дейді. Вообще келмейді ол қайтадан. Бірақ ол қайтадан келсе, яғни басқа бір себептен келуі мүмкін уже. Ол кезде установка басқаша болып шығады. Мысалы, любовь к себе просто так деген нәрсені біз жасадық. Мен мысалға осы мастер-кит сатып алған кездерде, алғашқы айдың өзінде мен соны жасадым. Бірақ бір кездерде мен қайтадан өзімді өзім ұрса бастаймын, өзім недовольны бола бастаймын. Неге деп ойлайсың, мен проработка жасап қойдым ғой деп, та, өзімді жақсы көремін, күштімін деп, настроением күшті болып жүресің да. Бірақ неге қайтып келеді ол? Себебі басқаша установкалар отырады уже. Сен ана өзіңді біреумен салыстырасың, өмірде өмір сүріп жатырмыз ғой, біз все-таки да социальный обществодамыз. Өмір сүріп жатасың да, қайтадан тағы да бір нәрсені көресің, өзің бір мақсат қойған нәрсеңе жете алмай қаласың, қолынан келмей қалады. Сөйтесің да өзіңді өзің ұрсасың. Мынаны істеу керек еді, істемедім. Үйту керек еді, бүйту керек еді деген сияқты да, и опять, там уже другие установки. Алғашқыдағы установка емес, басқаша установка шығады. Сөйтеді, біз психологияда негізі жұмыс істейміз ғой, енді мен психология жағынан. Психологияда это возвращается, кейін қайтып келіп қалуы мүмкін. Ал мастер-китте айтады, мысалы, бұны примерно проблеманы тал сияқты көреді дейді, ал мастер-китте кореньмен алып тастайды дейді. Ал былай психологияда бұтақтарымен, типа бұтақтарын удалить етеді, самый проблемный корень удалить ете алмайды дейді. Келісесіз ба? Дұрыс айтасың. Шынымен, жаңағы неде біз түбін алып тастаймыз да, біз арам шөптер сияқты біздің страх, обида деген нәрселер, арам шөптер, былайынша огородыңа сен қанша гүл ексең де бар ғой, аффирмация айтып, мен күшті болам, мен бай болам, мен жаңағы мақсатыма жетем, жаңағы мен бақытты болам десең, бірақ арам шөптерің бар болса, сенің бағың оншалықты жақсы гүлдемейді, немесе жаңағы огородыңдағы жеміс бермейді. Соны тазалау керек. Обидамен жұмыс істеу керек дейді ғой, если ты успеху хочешь добиться дейді. Егер адам кешірмесе, успехқа жете алмайды. Сонда бірінші обидамен проработка істейсіздер ме, проработка ма, или қалай? Проработка дегенше мастер-китте өзі бір деңгей-деңгейге бөліп қойған сабақтардың барлығын. Бірінші деңгей ол жалпы деңгей, мақсат қою, установка, жаңағы подсознание дегендердің барлығын үйретеді, алғашқы деңгейінде. Ол жерде 9 сабақ бар. Жалпы өміріңді, это называется еще бірінші уровень смена парадигмы деп аталады. Яғни сен мышлениеңді өзгертесің. Фокус внимания өзіңе жаса. Барлық бүкіл болып жатқан дүниедегі нәрсенің барлығы бәрібір өзіңе байланысты деген нәрсені түсіндіреді. Неде бар? Мастер-киттегі бір негізгі теорема бар. Все, что происходит в моей реальности, это результат моих подсознательных желаний деген. Мы сами создаем. Мы сами создаем свою реальность дейді. Сонан келісетін адам, ол методиканы алып, ары қарай жұмыс істей алады. Ал егер сен келіспейсің бе онымен, онда пока алмай тұра тұр. Сен әлі дайын емессің деген сөз. Он қажет емес саған методиканы, почва негізі дайын болу керек, соған сену керек адам. Ал егер жалпы сене алмайтын болсаң, онда, пожалуйста, онда жүре бер. Әркімді кінәлап. Сен емес өміріңді жасап атқан. Біреу сенің мамаң кінәлі, папаң кінәлі, саған үйтпеген, бүйтпеген, или жаңағы үкімет кінәлі, саған үйтпеген деген сияқты. Психологияда айтады ғой, адамдар 3 топқа бөлінеді дейді да, жалпы. Біреу үкіметті кінәлайды, біреу әке-шешесін, біреу өзіңді. Ең ішінде ең жаманы сол өзін кінәлау дейді. Өзін кінәлау дейді. Тарта беретін, Вообще, не жерде методикада үйрететініші, чувство вины деген, это как бы вирус сияқты дейді, адамға енген. Чувство вины, ол тула салып болмайды. Ол кейіннен бізге енетін нәрсе. Обществомен, ата-анамызбен, ойбай, ұялмайсың ба, ұят емес па деген сияқты да. Сондай установкалармен отыратын нәрсе. Бүкіл нәрсені кішкентай кезінде өзіміз действительно қазақтарда өте андай нететші, көбірек айтамыз біз. Орыстарға қарағанда қазақтар көбірек айтамыз. Ұят болады нышы. Өзімізді чувство виныға көп шектейміз. Сәлем. Айгүл ма қосылып жатқан Стамбулдан? Да, или басқа еді? Мен ұмытып қалдым. Саламатсыздар ма? Қосылып жатқан адамдардың бәріне бір амандасып қояйын. Онда, жалғастыра берейік біздің теманы сосын нетейік. Ислам жағынан бұған қарсы ма, или қалай? Ислам жағынан не қарсы? Ислам не деп атайды жалпы? Вот сен да, мысалға да, сен өзің Нұрмабарақтың, Төле би негізі Нұрмабарақ мешітінің оқушысың ба?
дайындалатын курстасың ба, иә? Но жалпы сен осы религия жағында әйтеуір көп білетін сияқтысың. Сен ислами, нені Құранды, намаз оқып жүрген жігіт та бұл. Яғни өзің айтшы мысалға да Құранда не дейді осы туралы, мышление туралы? Адамның өзгерісі, ойы туралы. Пайғамбарымыздың өзі айтады ғой, негізінде Камшат Бейжігіттің кітабында айтады психологияда. Адам аузындағы сөзі жөнделгенде басындағы ой өзгерген кезінде дейді, адамның өмірі өзгере бастайды. Ал исламда айтады, пайғамбарымыз айтады ғой, адам сөйлесең сөйле, адам сөйлесең үндеме дейді. Вот да, енді солай. Ал енді любой нәрсе ниетке байланысты да. Мен өзім обыкновенный суды ішетін болсаң да, егер сен ол ниетіңе байланысты екен да, ниетіңе соны арақ сияқты ішетін болсаң, арақ ішкеннің күнәсін бірдей аласың, түсіндіңіз бе? Ал біз енді мына қара дұға тілейміз ғой, дұға тілеген кезде біз біріншіден сенбейміз, қазір бізге 10 миллион теңге айлық аласың десе, сіз дұға тілеген. Негізінде любой нәрсе, мен өзім ойлаймын, вераға байланысты. Психология болсын, ислам болсын, сенуіміз керек те толыққанды. Соны сөйтіп айта аламын мен. Ал мастер киттің енді бір қара, енді мен айтайын да, жалпы бар ғой, Құранның өзінде жазып қойғанда адамзат дейді, жаңа ол жерде қоғам деп келтірген ғой, Рағид сүресіндеші. Қоғам өзі өзгермейінше, оның жағдайын мен өзгертпеймін дейді. Құранда солай жазып қойған, Алланың сөзі ол да. Былайынша, қоғам өзгертпейінше, қоғам деген ал адамдарда, оны өздері ойын өзгертпейінше, өздері деген ол ойын. Өздерін болғанда мен әдемі киініп емес, шашымды бояп, или басқа жаңағы нетіп емес та, немесе қазіргі Европадағы сияқты жынысын өзгертіп па, ондай емес. Өзін өзгеру деген, ол сенің ойың өзгеру деген сөз. Ойың өзгеріп, өзің басқа жаққа бұрылмайынша, сенің ешқандай жағдайыңды мен өзгерте алмайын дейді. Құдай да, Құдай өзгертеді, если сен өзгерсең, іштен өзгерсең, сол кезде Алла да сені өзгертеді. Ниет етсең деген сөз. Ал өзім өзгеру дегеніміз ол ниет ету. Ал сосын тағы да айтады да, мастер-кит дегенді көбісі былай айтып жүргандай, бір волшебная палочка сияқты. Сонда не мастер-китпен білгенімізді істей береміз ба, бүкіл қалауымызға жете береміз ба деген сияқты нәрселер айтады. Мастер-китпен негізі мақсаттарының барлығын проработка жасауға болады. Мақсат қоясың, и өзің мақсатыңды өзіне өзің визуализация емес, бұл жерде образын көру деп атайды. Визуализация біз ойлап табамыз, фантазировать етеміз дегенді білдіреді да. Ал бұл жерде біз образ қарау дегеніміз ол жаңа подсознательный образ. Себебі біздің подсознаниеда бүкіл біз білетін нәрселерге өзінің қалыптасқан бейнесі бар. Мысалға мен анашым десем, анашымның бейнесі келеді. Зонтик десем, зонтиктің бейнесі келеді. Ит десем, иттің, мен мысалға да бір қазақ иттің бейнесі келеді, біреуге мәшік иттің, біреуге овчарканың бейнесі келеді. Әркім өзінің иті бар, әркімнің өзінің зонтигі бар, иә? Сондықтан әркімге әртүрлі бейне келеді, даже бір жаңа түсініктің өзіне. Біздің подсознаниеда сондай бейнелер арқылы, образдар арқылы сақтайды бұл есте. Яғни бірдеңеден көрді кезінде сол қалыптасады. Немесе бір нәрсенің иісі, немесе бір нәрсенің музыка бір болады ғой да, соларға ассоциация ретінде қалыптасып қалады. Бір музыканы естісең, сен сол болған жағдайлар есіңе түседі. Сен даже бауырсақтың иісін сезсең, сен оны бауырсақ көрмей жатып бауырсақ екенін біліп қоясың, мысалға да. Сондай сияқты нәрсе ғой. Мида соның бәрі фиксация бар. Яғни әртүрлі түсінікке, әртүрлі образдар қалыптастырып қойған. Сондықтан сен мақсатыңды да бүйтесің. Оны визуализация жасамайсың, сен мақсатыма жетті ме, мысалға да миллионер болған кездегі менің образым қандай. Сен көресің, я бай сәулені, бірақ өзінше болып қалған, біреулерге сөйлемейді, жаңағы біздегі образ сондай болып қалыптасып қалуы мүмкін да. Бай сәуле өзінше болып қалған. Ол жаңағы миллионер болатын болса, жаңа менсінбей кетеді адамдарды деген сияқты болуы мүмкін да. Менде қалыптасқан образ сондай болуы мүмкін. Басқа біреулерде бай, жаңағы мен баймын дейтін болса, прям шірген, мынандай бір семіз біреуді көру мүмкін да, потому что мультиктерден әбден көрсетіп біздің миымызға нетіп қойған. Бай адам ол жаңа сараң, семіз, бір жаман бір персонаждарды жаттатып қойды ғой кішкентай кезімізде. Совет одағында сондай бір идеология болған. Бай болу деген жаман деген нәрсе сияқты. Сондай образдар келеді. Біздің себебі миымызда сол қалыптасып қойған. Сол образды табамыз біз, неде проработка жасау кезінде образ тауып, сол образды біз не ұнамайтынын өзімізге фиксация жасап аламыз, жазып аламыз. Я, мынандай нәрсе ұнамайды, мен ондай сараң болғым келмейді, мен ондай семіз болғым келмейді, немесе мен жаңағындай бір не болғым келмейді, өзінше болып қалған болғым келмейді, жазып аламыз. Это значит наша установка.
біздің миымызда сол қалыптасқан. Ол тек қалыптасқан установка болғандықтан оны өзгертеміз. Трансформационный текст айтылады да, оның тек қана ой екендігі біздің миымызға жеткізіледі. Ол кезде сенің ойыңа уже басқа нәрсе шарт етіп келеді да, миллионер деген уже жақсы миллионерлер есіңе түсе бастайды. Жақсы бай адамдар есіңе түсе бастайды. Олардың до того щедрый екені есіңе түсе бастайды. Сондай да, мидағы ой уже басқа образбенен ауысады. Образ ауысады. Образ ауысқан кезде сен, яғни оны уже сен өзіңе рұқсат етесің. Сен алдында сараң болғың келмейді, сен оның алдында жаңа тәкаппар болғың келмейтін болып тұрған едің ғой сен. Потому что это ол саған ұнамайтын образ. Ұнамайтын образға подсознание сен ешқашан жібермейді. Ал сен образды өзгертсең, я, сен сондай болғың келеді. Сен өзің болғың келетіндей образды жасап алуың керек. Егер ұнамаса жаңа 1 рет, 2 рет, 3 рет қайталауға болады. Сен өзіңе ұнайтын образ келген кезде соған уже талпынатын болады. Ми рұқсат береді. Можно быть богатым. Да, если вот такой образ, он мне нравится. Можно быть богатым. Мен онда соған нетем деген сияқты. Оған жүр кеттік дейді. Сосын. Сондай. Рауан, сәлем. Қош келдің эфирге. Ал. Сен жаңа ислам жағынан айтып жатсың тағы да шы. Мастер кит, я біз неге исламға қарсы емес па, сонда бір волшебный палочкамен қалағанымыздың бәрін Алла бермесе де сонда алып аламыз ба деген сияқты да. Осы жерде бүгін сұрақ қойды сол туралы. Ислами жағынан айтар едім да, ислам деген бұл сенім. Ең бірінші иман шарты да, исламның шарты. Иман келтірген кезде Алланы танисың. Иман дегеніміз қайда болады? Айтшы. Жүректе. Иман жүректе пайда болады. Мида емес, басқа жақта емес, ішіңде емес, да, жүректе. Иман пайда болады. Иман болған жерде сен Құдайды танисың, Құдайға сенесің, және құлшылық етесің. Намазыңды да сол кезде оқисың, сол кезде сұрайсың. Намаз оқыған кезде это бір как бы не сияқты? Медитация. Былай қарағанда, сен өзіңмен Құдайдың арасындағы сөйлесу. Былай қарағанда. Сен оны мадақтауларыңды айтасың, сосын дұғаңды тілейсің да өзіңе қажет нәрсені сұрайсың. Сұрасаң сұрайсың, сұрамасаң сұрамайсың, жалпы мадақтау айтасың, сен өз ритуалыңды орындадың. Ол бір нәрсе. Ал енді қара, жүрек дегеніміз не? Жүрек деген жаңағындай бір ғана орган емес, жалпы тұрғанда біздегі. Адам жан мен тәннен тұрады. Солай, жанымыз біздің рухымыз дейміз мысалға. Рух деп атамыз. Ол Алладан келген дейміз. Солай ма, Олай емес па? Жанымыз Алла берді, Алла алды деп айтамыз да. Яғни ол вообще жан дегеніміз, рух дегеніміз ол вечный нәрсе. Денеміз біздің, тәніміз біздің уақытша, біздің рухымыз келеді, денеге орналасады, өсеміз, дамимыз, қайтыс боламыз, қайтадан жерге барады денеміз, ал рухымыз аспанға ұшып кетеді дейміз. Рухымыз аспанға ұшып кетеді, жаңағы тозаққа немесе жұмаққа түседі, ары қарай жаңағы өзінің сынағын өтуге келеді жерге деген сияқты да. Мен өзім олардың бәрін қабылдаймын, мен соған сенемін өзім. Енді әркімдер бар шығар, біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ жалпы көп адамдар келіседі деп ойлаймын, что адам жан мен тәннен тұрады. Все-таки есть сондай бір нәрселер. Жан мен тән. Ал енді жанымыз біздің, ол дегеніміз жаңағы, не дейді, өзінің қалауы бар, өзінің сұраныстары бар. Жанымыз Алладан келген кезде бұл жаққа бір миссиямен келеді, жайдан жай келмейді. Ол сынақтан өту үшін келеді. Әйтсе сол неде жүре бермей ма, жұмақта болса жұмақта жүре беретін, жұмақтағылар келеді обычно. Ол жақта мәңгілік өмір, ол жақта жүре беретін еді. Бірақ ол сынақтан өту үшін, бұл жаққа бір миссияменен жақсылық жасау үшін, бала шаға өсіріп кету үшін, мектепте жаңа тәрбие беру үшін ба, мүмкін көпір салып кету үшін, не дейді, огород, бау-бақша егу үшін ба, кітап жазу үшін ба, бір нәрсе үшін келеді, жаңалық ашу үшін ба. Сондай бір миссиямен келеді. Біреулер музыка жазады, біреулер өлең шығарады. Біз соны кішкене ұмытып қалады екенбіз дүниеге келген соң, бала кезімізде, конечно, оны білдіреміз, талантымызды, неге бейім екенімізді көрсетеміз. Білетін ата-аналар сол жаққа қарай жетектеп кетеді, білмейтіндер жаңағы жауып тастайды. Өздерінің армандарын сізге орындатқызады. Мысалға, Анар қосылып жатыр, қош кепсін. Сөйтіп, біз миссиямызды ұмытып қаламыз. Ал өзінің жолын тауып кеткендер әрине бақытты болады.
жолмен жүргендер, ал жолын таппай, анау не туда поступил, не ту специальность выбрал дегендер, олар, конечно, қиналып жүретіндер де солар ғой көбінесе. А негізі адам өмір жолын тапқан кездерде ешқандай қиналыс жоқ екен. Ол өзінің творениясын жасай береді, жақсы көретін ісімен айналыса береді, оған байлық та келеді, ол үшін басқа да келеді. Ал енді мен айтайын дегенімде, біз жанымыз жаңағы Алладан келіп жатыр ғой да, и подсознание деп отырғанымыз, ол как бы научный, ғылыми атауы. Сол ненің, жанымыздың. Менде қазір сондай бір ассоциация болды. Жанымыз это равно подсознание. Подсознание это есть наша душа. Если там на то пошло, да? Біз логически өзіміздің мына денемізде, миымызды жаттықтырып, саналы түрде дамыдық, оқыдық, білдік. Математика, физиканы болсын, басқа бір ғылымдарды болсын да, саналы түрде өте ақылдымыз. Ол бірақ тек қана IQ деп атамыз ғой, интеллектуал. Это жаңа коэффициентіміз біздің. Ал біздің жанымыздың дамуы бұл эмоционалды коэффициент болады. Жанымыздың күйін көрсететін нәрсе. Жанымыз біздің қалау әртүрлі болуы мүмкін. Ол қуануды, шаттануды, жақсы көруді, жаңағы адамдармен қатынасты, соны көбінесе қалайды. Оған ғылым андай нәрсе керек емес. Егер өзіне андай бір өзінің миссиясы болып қаламаса да, егер мен хочу открытие сделать, бір ғылыми жаңалық болса, ол жанымның қалауы болса, мен оны істеймін, әрине. Онымен айналысамын. И сол кезде мен рахаттанамын. Томас Эдисон сияқты лампочканы тапқанша қоймасына. Я. Мастер Кит бірдеңе сұрайын деп едім. Мастер Китпен жалпы Мастер Киттен кейінгі өміріңіздің өзгерісі жайлы айтып беріңізші. Қанша мен ол туралы посттарда жазған, біраздан бері уже 2 жыл болды мен Мастер Китпен айналысып жатқаныма. Мені жақын өзім арамдағы адамды білет да, мен до Мастер Кит қандай болғанымды и после приобретения, после работы с собой қандай болғанымды да. Мен айтар едім да, қазіргі Сауле ол позитивті, жаңа сен өзің айтып отырсың, мотиватор деп па, я жақсы әңгімелер айта аламын, үйрете аламын, жасай аламын, адамдарға көмектесемін, өзім постоянно күліп, жаңа мәз болып жүретін, уже не дейді ана бір негативтен арылған, арамшөптерінің бәрін жұлып тастаған, анда-санда шығып қалуы мүмкін, енді оларды тазалап тастауға шамам келеді. Сондай Сауле болып қалдым да. Ал бұрынғы Саулені қарасаңдар, енді көрсетпей қойдан қажет. Енді бір ана түнерген өмірден, өзіне өз недовольный, арамшөп өсіп кеткен, ненің басында, миының бәрінде. Сондай Сауле болатын енді ол. Мен содан арылдым. Жоқ, мен жаман болдым деп айтпаймын да, мысалы енді өзің біліміңе, неге сенесің ғой, қызметің бар, жұмыстасың, маған еще біреулер айтып жетті, саған не жетпейді деп та, күйеуім бар, красавчик, вообще молодец барлық жағынан да, іскер, бала-шағам бар, құдайға шүкір, жап-жақсы оқиды, бәрі математик, мен жолымды берген да, өзіме ұқсайтын ба, не дейді, ғылымды, нені бәрін жақсы көреді оларды да, бала-шағам бәрі оқып жатыр, жоғары оқу орнына түсіп жатыр дейді. Жұмысым бар, құдайға шүкір, авторитет бар да, сондай болып жүріп, әке-шешем аман ол кезде, енді қазір әкем жоқ, бірақ ол кезде әке-шешем бар, бауырларым түгел, бүкіл бәрі бар менде да, бірақ өзім недовольны болып жүретінмін ғой. Не десейші, сондағы өзіме, жаңа, окружающими недовольны болып жүресің, адамдардың бәріне риза болмай, бәрімен ұрсып, әпәдемі күйеуімді жер қылып мысалға да, жаңағы онымен ұрсып, кішкене бір ажырасатын болып бір кездерде да, бала-шағама нервтің бәрін шығарып, депрессия, ол не деген ұрыстар болған. Енді төбелеспейтінбіз, ұрмайтын, ұрыспайтын, ондай емес, бірақ енді айғайлап мен өзім жаңа ненің бәрін шығарып алатын тұғымын, эмоцияның бәрін, жаман агрессияның бәрін үйге келіп, үйдегілерге. Сосын барып маска киіп жүресің, жұмыста басқа маска киесің, жаңағы нелермен, достарымен басқа маска, әртүрлі масканы таңдап киіп аласың, туған туысқанға басқаша деп та. Ондай өмірден шаршайсың. Конечно, өзіңді жаңағы натуральный нәрсені көрсеткің келмейді, сосын жаңа маска киіп аласың да, бәріне жақсы көріну үшін деп. Но это не то, оказывается. Мен Мастер Китті алып, жаз бойы айналыстым, жаңа отпускіге шыққан кезде алдым, айналыстым, бір ай обучениесін өттім, бір ай өзіме проработка жасадым. Мен уже сентябрьде сабаққа барған кезде мүлде басқаша болдым. Вообще басқа Сауле келді жұмысқа. Неден бастадыңыз проработканы? Опекадан бастадыңыз ба, или самооценкадан бастадыңыз?
неден бастайсың? Ол жерде обучениесі бар. Ең алғашқы нәрселері ол образды қара, установканы тап деп үйретеді. Жаңағы, проработка жасаудың прям процесстерін бүйтіп жайлап үйретеді. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ашасың ғой сабақты теоретически Дарья Трутневаның видео сабақтары бар. Ұзақта емес 4-5 минуттық видеолар. Бүйтіп 1 сағат біз сияқты сөйлесіп тұрмайды, айтпайды да. 4-5 минутта түсіндіреді суть. Еще андай бір ғылыми, андай бір қиын сөздермен емес, кәдімгі обычный сөздерменен. Кәдімгі орысша біреулер түсінбеймін деп атады, мен түсінбеу мүмкін емес оны. Тыңдасаң, орысша қарапайым сөздерменен түсіндіріп айтады. Вот осыған көңіл бөлесің, мынандай істейсің деп та. Просто ары қарай алғында дальше деген кнопканы баса сал, болды. Саған тренажер ашылады. Оның сөздері прям жазылып тұрады бір жерінде. Просто обида деп тұрады. Сен на дейсің де, на дегенде жаңағы өзіңді, немесе күйеуіңді, ата-анаңды жазасың ба бірдеңені. Жазасың да, ары қарай дәлі десең болды, кнопкада сөздерді айтып жатады. Сен просто қайтала артынан. Ешқандай қиындық жоқ. Артынан аласың да қайталайсың. Бірақ медитация сияқты жеке өзің отыруың керек, ешкім саған кедергі келтірмеу керек. Сен өзіңмен өзің сөйлесіп жатқан сияқтысың. Тренажер саған айтып тұрады. Ер адамдарға ер адамның даусымен, әйел адамдарға әйел адам даусымен. А сен оған сөзін артынан қайталайсың. Қайталаған кезде сенің миыңа ана сөздері жетіп жатады да, неге мен солай ойлағам деген сияқты. Немесе ол сұрақтарын қояды. Зачем тебе это нужно деп. Вот это была обида, была мне для чего-то нужна. Зачем деп сұрақ қояды. Тоқтатып қоясың да өзің зачемді тауып ана жерге жазасың. Жазған кезде ол сол қайтадан саған бүйтіп өзі текстті нетеді да, формировать етеді. Тренажер робот андай бір робот голоспен, дауыспен айтады ғой. Он саған қайтадан қайталап қояды, айтады, түсіндіреді сенің установкаң екенін. Он трансформация жасайсың да, уже саған басқаша инсайт келеді. 10-15 минут өзіңмен жаңағыдай бүйтіп жұмыс істеген кездерде саған басқаша инсайт келеді да, ойың шарт өзгереді. Өзің көрдің ғой да өткенде, обидан жасап көрді. Нормально ма? Нормально. Қайтадан ол обида бар ма өзіңе деген? Жоқ. Өзіңе ренжімейсің бе әлі? Вообще, вот мен сол кезде как раз ауырып жаттым да, ауылда бір аға бардым. Сіз айттыңыз ғой, бір проработка істеп көреміз ба деп. И тұрып обедтен прямо сізден кейін настроение көтеріп, білмеймін, мгновенный результат болды да, я в шоке, и поэтому сізге всегда жазып, сізге не алып. Ал сіз негізі до этого, до мастер-кита психологиямен де увлекаться еткенсіз ғой, а? До мастер-кит не дейсің? До мастер-кита сіз тренингтерге көп барғансыз, психология... Ең бірінші мен жаңа психологияға келуіме себеп, мен жаңағы 2012 жылдарыма өзіміз әйтеуір 40 жасқа толған кезімде бізде кризис среднего возраста дейді ғой. Кішкене өзіме недовольны болып, таппай, күйеуіме недовольны болып екеуміз кішкене вообще ажырасамыз ба деп жүрген кездер ғой, осыдан 5-6 жыл бұрын. Сондай бір кездерде сөйтіп жүрген кездерде менің подругам бар, Жанар деген. Студент кезімізде бірге оқығанбыз, менің үлкен әпкем сияқты өте жаңағы ақылды дейін да бір жағынан. Сол Жанар мені кішкене тоқтатып, сен өзіңе қарасайшы, бүкіл нәрсенің бәріне Абылайды сен кінәлай бергеннен ол ештеңе болып жатқан жоқ қой. Ондай емес, сенің жауаптарың бәрі ішіңде, сен өзіңе үңіл, өзіңмен айналысқын. Сен өзіңді реттесейші деген кездерде мен неден бастаймын? Мен вообще кітап оқыған емеспін. Кітапты негізі қатты жақсы көрмеймін. Сен айтасың ғой, жаңа 600 кітап оқып тастадым деген кезде мен өзімді бір лузер сияқты сезінемін да. Мен өйтіп оқыған емеспін. Мен күйеуім хотя жақсы оқиды. Үйде кітаптың бәрі күйеуімнің арқасында жаңа жиналып жатқан. Өте ақылды не болып та. Мен оларды бүйтіп шамалаймын, қараймын, жалпы несін оқып шығамын андай. Қысқаша дейді мазмұнын, сосын бір керек жерлерін түртетін білемін да, біреулердің отзывтарын қараймын, сөйтем. Жалпы бір толық оқыған кітаптарым аз енді. Бүкіл бәрін оқып шықтым деп айтпаймын. Бірақ ол кітаптарды мен сол кезде кітаптарды оқи бастадым мен. Жанар құрбым айтқаннан кейін. Соларды да жасап көрдім. Мен медитация жасаған жоқпын, бірақ Луиза Хейдің аффирмацияларын айтып жүрдім. Соны оқыдым. Сосын жаңа барлық фокусты өзіңе бұр, өзің жаңағы женщина, психология мужчины дегендерді оқи бастадым. Психология отношений, да. Дейл Карнегиді мен студент кезінде оқығам, соны тағы да бір қайталап шықтым, өйткені болатын үйде тұр да ол кітап. Сосын қайтадан оны қарап шықтым, как правильно строить отношения. Оқисың, көп нәрсені оқисың, көп нәрсені білесің, мен негізі жалпы ақылдымын өзімше деймін да.
білем ғой дейсің да, бірақ оның бәрін істемейсің, іске асыра Менің алмайсың. сомнением жоқ. Практикада істей алмайсың оны да. Білгеніңменен прям іске асырып, Ақылды өзім соны айтып. былай екен деп жасап кетпейсің. Иә. Сөйтіп жүрген кездерде мен мастер-китті 2017-де осындай жаз уақытысында кездестірдім. Хорошо, что жаңа құрбым ғой менің айтып, онымен өзі айналысып, нәтижесі күшті, керемет болып жүр. Ол бірақ айтқанды онша ұнатпай ма, білмеймін, көп айта бермейді. Былай тұйықтау, я сондай бір нәрсе бар дейді, бірақ айтпайды. Сөйтіп бір мастер-классқа ертіп барды, сол жерде түсіндірді бізге сознание, подсознание, что неге ол сенің мақсатың бәрі орындалмай жүрген. Сен былай деп ойлайсың, бірақ неге ол орындалмай жатыр деген установка бар екенін айтып түсіндірген кезде мен маған мына керек нәрсе екен дедім. Мен теоретически бәрін білем, бірақ істей алмай жүрген адам едім да. Соны маған керек екен дедім да, сөйтіп алдым. Алдым, бірақ вообще өкінбеймін. Өмірім действительно өзгерді ғой. Енді біз қазір мысалға өміріңізде изменение вот сіз вау деген. қандай результаттар алдыңыз қандай результаттар Бірінші результатым мен прям көзге көрінетін дегеніміз ол жұмыстағы қызметім болды. Мен мысалға 20 жылдан көп жерде повышение болды да. Мен мысалға 20 жылдан көп жерде жұмыс істеймін. Вроде Алматыда оқып келгенсің, кандидат науксың да, былай бүйтіп көтеріліп кетпейсің, анайымдай қызметтерге сені қоймайды. Оказывается, мен өзімдегі іштегі қорқыныштар соған жібермей тұр екен. Мен сол қорқыныштардың бәрін неткен кезде, любовь к себе деген проработкаларын жасап, өзіме өзім сенімділік пайда болған кездерде мен сентябрьде, 1 сентябрьде келген кезде мені жаңағы замдекан қылып ай өтпеңіздер. Эфирден шығып кеттім, маған мешет етіп қалған нәрсе болып қалды. Жалғастыра берсек болатын шығар. Мен айта салайын, жарайды, кім Төле би тағы қосыла жатар. Қосылып атсам. Жаңағы ішімдегі кел қосылды. Ай өтпеңде шығып кеттің ба? жоқ, сет зависать етіп кетіп жатыр ма, бір бәле болып отыр ғой. Сеть зависать етіп, мен неден эфирден шығып кеттім, почему-то өзімен өзім. Қайттан қосылып алдым. Не, сөйтіп жаңағы сол қызметтегі, не дейді, қызметтің еленді дейді ма, сондай нәрсе болды. Мен вообще саламатсыз ба? Қосылып жатыр. Сол нәрсе болды, маған бірден көзге көрінетін нәрсе. Мен мысалға оған 1 жыл бұрында сол вакансия болған кездерде мен ойлағам, мен қоятын шығар деп та. Елдің бәрі айтқан соған, сен лайықсыз, сен болатын шығарсың деген кезде, почему-то ол кезде қойған жоқ ешкім да. Болмады әйтеуір. Бастықтарда сезеді ғой, сен қорқынышың бар ма, жоқ па деген нәрселер. Өзіңше типа рамка болды ма сонда? Сенімсіз болғаныңды, я ондай нәрсеңді адамдар негізі, басшы адамдардың бәрі, олардың бәрі психолог негізі. Ол сезеді сенің. Айтады ғой, қазірдің өзінде ол мысалға да декан маған айтады, ол кезде сіз алдында дейді, мүлде басқаша едіңіз дейді ғой. Мен қорқатын тұғым дейді, сізді ондай нәрселерге қоюға, потому что сіз неадекват деген сияқты ма, елдермен, системамен күресіп, жаңағы елдің бәрімен ұрысып, қырылысып жүрген кез ма, бір нәрсе доказать етемін деп па, бір нәрсе қылып әйтеуір. Өзіне недовольный адам, басқаларға да недовольный болады, сол недовольствомен сөйтіп жүретін да. Сондай жүретін. Содан енді ол системада басшылықта ондай нәрсемен жүріп, не дейді, көпке жетпейсің ғой. Ондай ұнамайды басшыларға. Сондықтан оны сені назначить еткен жоқпыз дейді ол кезде. Мақұл, ал кейінгі кезде уже менде басқаша энергия болды да. Оны адамдар да сезеді. Уже жадыраңқы,
өз өзіңе сенімді деген сияқты. Рух Ол кезде сезеді, уже рух емес енді. Душа чувствует дейді ғой бізде. Негізі это біздің все чувство. ойымыз ше, ойымыз, вот мысли наши громче, чем слова дейді ғой негізінде. Обязательно. Иә. Сен адам анау саған бір жақсы нәрсені айтып жатса да, оның бар ғой көңіл күй біртүрлі болып тұрса, сен уже білесің ғой. Кішкентай бала да соны сезеді ғой, сен барып жаңағы өзің ішінен оны жек көріп, әшейін типыны десең, ол саған бүйтіп тұрып қарайды, кімсің дейді. Нетпейді. Егер сен даже бар ғой жаман сөз айтып нетіп жатсаң, ол эмоцияны сезіп қояды адамда. Бала да, кішкентай иттер де сондай нәрсе. Жақсыны да жаманды да солар біледі бәрін. Сіз енді қабылдауды аптасына қанша рет жүргізіп жатсыз? Жеке қабылдау, жалпы проработка. Жеке қабылдау деген маған көбінесе мен жеке кездескенім бір 2-3 адам бар, сондай ақ қой, көбінесе телефонда, WhatsApp-пен. Хочешь жаңағы онлайн. Телефонмен де істей бересіз ба, не қалай? Иә, телефонмен. Өзімен қалай істедік біз? Тура солай. Тура солай, телефонменен. Негізі сіз өте күшті түсіндіресіз, негізі бүйтіп түсіндіреді деп айта алмаймын да, мысалы. Мен енді мұғаліммін ғой, 25 жылдық стажым бар мұғаліммін. Мен сөйлемегенде кім сөйлейді енді ше? Сөйлеген негізі жақсы көрем, үйреткенді жақсы көрем мен негізі. Қазір мен ана практиканы мен соңғы кезде ғана істеп жүрмін. Мен бұрын тек қана мастер-кит алыңдар, күшті көмектеседі, анау мынау деп айтқаным бар ғой. Просто андай жай сөз ретінде қалады екен да. Адамдарға кейбіреулеріне жетпейді екен, түсінбейді екен, қиын нәрсе сияқты болып көрінеді. Қымбат сияқты болып көрінеді. Сіз көрсетіп. Мен сізге бір нәрсе айтайын ба, қызық нәрсе. Короче, менде бір бала болды, енді атын айтпай қойын. Бізде, короче, ол кезінде інісімен ұрсып қалады да вообще. Оның інісі Турцияда оқиды, ол өзі де сияқты оқыған. Сөйтеді, мен сізден жаттап аламын сразу. Маған енді жутко интересно болып отыр ғой. Сөйтіп, сол көзіңді жом, бағанағы сөзді айтқызып, сіз деген. Сөйтіп, сол інісі кезінде басын жарып қойған екен да, оның таспен. И сол санасына қалып кеткен. И мүлдем араласпайды, екеуі вообще араласпайды. Кейін соны істедік. Сол 2 күннен кейін інісі статусқа қойып қойғанда, бана инстаграмда біз статусқа қоямыз ғой. Аға, мен сізді сағындым деп турецкий языкпен жазып та, я был в шоке. Көрдіңіз ба? Мен сізден просто жаттап алдым. И сразу сол балаға істедім. Соның үйіне бардым. Сол баламен жұмыс істедім. Сол кезінде таспен басын жарып қойған. И сол көр дедім де, енді бана сіз внутренний өзіңіз образ. Иә, образ қара, осылай осылай. Көріп, соны жібересің дедім де, енді білгенімше сіздер сияқты емес. Бірақ енді Аллах куә ғой, енді түн жауып тұрмын ғой. Сол 2 күннен кейін статусына қойып қойғанда, типа, аға мен сізді сағындым деп, еще турецкий языкпен жазып қойыпты да. Сон енді гармониясы күшті да, көрдіңіз ба? Бұл жердегі сол бір керемет іші, жаңа кітаптарда, басқада айтып жатыр да, шариғатта да айтады, кешірімді бол, кешірсең бәрі кетеді. Бірақ кешірудің бір себебі бар. Мен мысалға бүгін бір 2-3 адаммен жұмыс істедім ғой, бәрінде жаңағы бірінші кешіре алмайды, бір деген обида деген жүректерінде толашы, жаңағы бірінші хабарласқан кезде прям айта алмайды ғой, мен обиду я сама создала деген сөзді айтшы десем, айта алмай жылап жатыр да. Себебі қалайша дейді, мен ол анау үйтті, мынау бүйтті деген сияқты сөздер шығып кетеді, ренішінің бәрін ақтарып алып жатыр да. Үйткен деген барлық нәрселер шығып кетеді, есіне түсіп кетеді жаман нәрсенің бәрі да. Но олай тұрып та, мысалы шариғат айтады, кешірдің ба, кешір, бол, қазанды бүйтіп жауып қой дейді да, жауып, бетін жауып қой, ол сенің әкең ғой, сенің күйеуің ғой, енді бұл жарың ғой деген сияқты, немесе жаңа баласына, әкесіне деген сияқты реніштерді. Басқа не істейсің, сол, бары сол деген сияқты. Сосын сен смирение дейді ондайды да. Ладно, болды, көндім дейсің да, жауып қоясың ренішті, ренжімеймін, мақұл, кешірдім деп айтасың, кешірдім дейсің. Ол бірақ саналы түрде айтасың да. Санасыз, жаңа бейсана түрінде ол жазылған, жаңағы тамырын алып тастаған жоқпыз. Ол обида бәрібір тұр. Сол түбіндегі сол арам шөптің прям тамырымен алып тастасаң, ол обида саған вообще керек емес болады. Даже күлкін келеді жаңағы апайларымыздың өзі. Шынымен ғой, не үшін қажет, енді керек емес деген нәрсе сияқты да. Ол керек емес, одан арылдым, болды, құтылдым. Ол қайтып келмейді. Ол обида қажет емес уже. Все, түбірімен алып тастағаннан кейін ол сені мазаламайды. Көп наказывать етеміз ғой, негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Сондай. Өзгерте алмайсыз ба? Прошлыйды өзгерте алмайсың, просто
прошлыйдың бәрі прошлый деп қабылдау керек, иә. Қабылдау керек. Ол да біздің ойымыздың нәтижесі болды ғой. Мен күйеуімнің айтатын бір күшті нәрсесі бар да, бүйтеді ғой. Біз неғып қазір миллионер емеспіз деп бір баламыз сұрақ қояды ғой енді. Миллионер емеспіз енді, мен де мысалға андай бір артылып жатқан жоқ, бірақ Құдайға шүкір да, мен бұрын жағдайыма қарағанда қазір әжептәуір жақсымыз. Миллионер емеспіз, бірақ счетымызда миллиондар жатқан жоқ әлі да. Хотя миллиондар счетымызда бет-бетіп жүр да. Оборотта бар, Құдайға шүкір да, оборотта бар, неде счетта бар, бет-бетіп жүреді, жаңағы келеді, кетеді деген сияқты да. Бірақ миллион счет банкте счетта жоқ ол пока. Енді соны балам сұрайды ғой, кішкентай балам, неге біз ондай емеспіз деп. Сөйтсем күйеуім ойланып отыр, мен ал бұрыннан дейді өзіме мақсат қойған екем дейді. Үйім болса, машинем болса, кішкентай бутигім болса, жетеді болды деп та, ары қарай мақсатты қоймаған екен дейді. Сонымен шектеліп қалғанбыз да. Не сонда бір андай бір одан да үлкен болса, мынандай бизнесім болса деп армандамаған. Одан басқа жаңа шетелге қыдырамыз деген армандамаған дейді да. Арман бәріне негізі. Ислам жағынан негізі айтатыным, адамдар біз неге талпынамыз, Аллах бізге соны береді да. Мысал үшін, бүйтеді пайғамбарымыз өлетінен бір күн алдын Аллахтан тек жақсы нәрсе күтіңдер деп. Мысалы мен сізге айтып жатырмын ғой, мен біреуге, бір адамға барып қазір айтсам, мысалы маған болсын, басқаға болсын, сен 10 миллион айлық аласың, оның санасы сенбейді біріншіден. Определенный өзіміз рамкаға, біз андай келелі психологияға соның зона комфортасына кіріп алғанбыз да. Өзімізге позволить етпейміз біз, өзімізге позволить етпейміз да. Ал сізбен мен проработка істеп көрдім ғой, вот не возвращается, а так на самом деле мен психология техниканың қырғын түрін білемін ғой, параққа жазып тастайсың, 70 рет жазып өртеу деген сияқты да. Оның өзі мен үшін стресс, депрессия, потому что ананың бәрін пережить етесің да, өткен прошлыйдың бәрін. Ал сіздердікінде мен, мысалы сол ойыма қайтадан келмейді ана істедім, мен уже тұрып кетіп, ана кирпич жинауға барғанбыз ғой. Тұрып кетіп, уже бір позитив пайда болды. Мен ана не үшін ана балаға үйретпеске? Ал ана балада Звондап қалып, эфиріміз ашып бөлініп кетіп жатыр ғой. Енді бізді көріп жатқан адамдар болса, айып етпейсіздер, кешіріңіздер. Так. Ойымды аяқтайын, сонымен бітіреміз. Жаңағы әркім хабарласып жатыр, я жекеме жазып жатыр, реніштерінің бәрін тізім қылып жазып қойды. Өздерінің историяларын айтып беріп жатыр, апайларымыз бар, қыздар бар, келіншектер бар осында. Барлықтарыңызды түсінем. Яғни реніш тақырыбы өте ондай бір не дейді, животрепещущий дей ма, адамның жанына бататын нәрсе. Көп адамда бар екен ол, көп адам ренжиді екен. Бір реніш қана емес қой өмірімізде болып жатқан. Біздің мақсаттарымыз бар. Қосыл Төлеби, вроде саған жібердім мен қосуды. Тағы да біздің қорқыныштарымыз да болуы мүмкін. Өмірімізде ситуациялар деген өте көп. Еще біз аны қабылдамайтын қасиеттер деген сияқты. Мастер Киттің ішінде білім деген өте көп екен. Өміріміздің барлық сферасына қажетті. Біз жаңағы өзіміздің денсаулығымыз, предназначениеміз, қарым-қатынасымыз адамдарменен, және жаңағы қаржы, ақша табу, табысты болу дейміз ба, осы 4 сфераның бәрін қарастырып жаңағы жақсы күйге келтіреді да. Я түгел жағынан. Себебі здоровьяң бар, ол біздің көңіл күйімізге байланысты. Сен жаңа бір сұрап жатсың ғой, сен тағы да бір қандай результатың болды. Ол жұмыстағы мейлі ғой, ол тек қана жұмыс дейміз. Мен қолым деген негізі бұрын экзема деген нәрсе болатын да. Аллергия да, и прям
жара күс андай не болып кетеді ғой, ойылып да. Мен бір күнде күндіз кешке майсыз жүре алмайтын тұғынмын. Бұл қолымды бәрі білетін, даже амандасқан кезде кенен сияқты отыратын адамдармен. Содан да кетірді ғой. Вообще ешнәрсе емсіз. Аха. Сондай аллергияны айтады да, өзіңді қабылдамаудан дейді ғой, типа психология. Я. Өзіңді қабылдамаудан. Это есть раздражение. Раздражаешься по всему поводу. Қолың егер нетіп жатса, жара болып жатса, немесе бетің не шығып жатса, басқа болып жатса, это ты раздражаешься. Вот это вот раздражение, это есть просто сен душаң соны көрсетіп жатыр да, сыртқа көрсетіп жатыр. Тебе не нравится этот мир. Ты раздражаешься, ты сама себе не нравишься, сондай сияқты нәрселер. Өзіңді қабылдамаған кезде аллергия боласың. Түшкіріп пысқырған да сол, бүкіл аллергияның психосоматикасы сол. И сол ғой, мен бұны әдейі емдеген жоқпын қолымда, бірақ өзінен өзі кетті. 2 жылдан бері әп-әдемі қолмен жүрмін. И мен грыжамды сезбеймін. Үй ауыстырдық, той жасадық деймін, енді қаржы жағынан былай келіп жатыр. Білмеймін, қатынастарымыз реттеліп жатыр, күйеуімізбен екеуміз уже бұрынғы емес. И жаңағыдай смирениеде жүрген жоқпыз, просто күйеуім ғой, енді мақұл әйелім ғой, 25 болды, жаққа барам деген сияқты емес та уже. Ондай емес, басқаша да. Кәдімгі бұрынғы жас кездегі сезімдер еске түседі. Басқаша қатынастар боласың уже. Сіздердің отношенияларыңызге, сіздерге семьяларыңызға белый зависть бар ғой. Сенде де болады ондай нәрсе. Просто өзің жарың тапсаң болды, не, әлде де кеш емес па, әлі 30-ға келген жоқсың, жігіт, ақылды. Бүкіл нәрсе өзіңізге байланысты ма екен? Обязательно. Өзімізге байланысты ол бір, плюс еще жаңағыдай дамып, кітап оқып жүре беруге болады. Сен айтқандай 5 жыл бойы оқып жатырмын, бірақ жаңағы обида на себя дегенді не проработал. Да? Мен де мысалға бірнеше жыл кітаптармен оқып нетіп жатырмын. Біз ойымызды өзгерте аламыз, әрине, міндетті түрде өзгереді. Өзгермейтін қатып қалған ештеңе жоқ. Но бірақ оған жылдар керек, уақыт керек. Ал енді уақытың көп болса, конечно, жүре бер. Кітаптарыңды оқып, жайлап, өзің практика жасап, техникалардың әртүрлі бәрі жұмыс істейді. Мен сізге бір нәрсе айтайыншы. Біздің қазақтар аффирмация, медитация, негізінде білмеймін, біздің қазақтар оны, біздің қазақтар в основном жеңіл үйреніп қалған да, мастер клуб сияқты. Ал ананы теппей деп айта алмаймын, себебі аффирмация ол бір күнде жұмыс істей алмайды. Просто қазақтар еще тегін болса дейді ғой, тегін болған соң енді сондай болады. Тегін болса сол болады, немесе одан нәтиже. Мысалы, мен сізге бір нәрсе айтып берейін, менде бір бала бар. Енді мен психологиялық қолмен 40 жұмыс істеймін, бірақ мен ол баланы өзгерткім келеді. Бірақ ол мгновенный результат қалайды да, ертесіне бола салғанынша. Ертесіне прям бір нәрсе істеді, ертесіне бола салды. Именно оған мастер кит керек та, мысалы. Керек, көп адамға керек. Өзімен өз жұмыс істеу үшін бұл просто анандай бір нәрсе ғой. Қолына жетектеп жүріп барып үйрететін нәрсе да. Алда істе. Даже түсінбей жатсаң да, сен бар ғой, психологияны білмесең де бұл жерде бар ғой. Аласың да кәдімгі телефоныңда тұрады программа. Кнопкалар басасың, тыңдайсың, жасайсың, бас деген басасың, болды да, басқа ештеңе емес. Любой кішкентай бала да істейді. Мен балам да проработкасын өзі істей алады, например. Осындай жап-жас қыздар өткенде подругамның қызы да сатып алды да, 13-14 жасар, 15 жасар қыздар өздері жасап жатыр. Еще нәтиже алып жатыр, еще басқаларға көмектеседі екен ғой. Ой, мынандай нәрсе бар, білесің ба, давай сен проработка істеп көреміз деп та, қандай запросың бар деп. Сіз сияқты әзіпшева яшады, айтып шыққандай. Жүзіктер айтпайды ғой. Сол ғой мен. Айтпайтындар да бар, я. Айтпай жүрген тұрған. Бұта көріп атсаң, нететін шығарсың. Айтпаева деген мен подругам бар ғой, осы маған мастер-китті көрсеткен да. Фамилиясы Айтпаева. И действительно, біраз уақыт айтпай жүрді ғой маған. Сөйтсем сол фамилиясынан екен ғой, бәсе, не ішен деп ойласам. Действует. Қазір сен айтпай жүр деген екен есіме. Мен сізге айтайын ғой. Исламның өзіне, даже біздің атымыз бар ғой, атымыз. Мысалы, сіз сәулесіз. Всегда нұрыңыз жақсы жүресіз ба? Ал менде Төле би, менде администратор болу, андай бір билік жасау, сондай да. Ал бізде вот исламда да сондай, мысалы, Мұхаммед, Омар деген аттар, олар действительно исламға жақында аттың өзіне, исламның өзіне означает, что адамға әсер етеді. Жайдан жай қойылмайды, я. Вообще өмірде жайдан жай еш нәрсе болмайды. Просто так ничего не бывает дейді. Да. Не үшін деп жаңа нететін болсаң, не үшін де тапқын. Өзіңе пайдасы жағы бар, обязательно.
айбетпе бүлеге менің телефоным қызып кетіп жатыр ма бірдеңе болып жатыр, шығып кетіп жатыр, лақтырып тастап жатыр қайта қайта. лақтырып тастап жатыр ма? Эфир, иә, эфирге шығып үйренбеген ба, білмеймін не екен, қайта қайта шығып кетіп жатыр, шығып кетіп жатыр. Сіз Сәуле апай бүйтсеңізші, бір аптасына 2 рет или аптасына 1 рет, сіз сияқты классно түс. Вот бізде қыздар бар да, Мхм. 3-4 қыз, сол қыздармен мен сөйлестім, түсіндірдім, күшті түсіндірдім. Сол сіздің бір жеке приемыңыз или через WhatsApp. Енді білмеймін, негізі желательно мен өзім андай. Көріскен жақсы негізі, иә. Аха. Көрісіп сұхбаттасқан жақсы ғой, Шымкентте болса тем более, да. Кездесейік, пожалуйста. Ертең кездесейік, бізде демалыс күні, ар күні кездесейік. Одан кейін бізде жұмыс басталып кетіп жатыр, мен сабақ, түсқайта мен сабақтарым барлығы. Жұмыс істеймін, оқу процесі басталып жатыр. Таңертең боспын, таңертең кездесемін дегендерге мен таңертең скидка болып жатыр дейді ғой, қандай скидкалар бар? Скидка дегенде мынандай скидка. Мастер киттің бірінші деңгейін сатып аласың. Бірінші деңгей 4900 рубль тұрады. Біздің теңгеменен ол 28600 теңге екен. 28500 теңге, 600 теңге сондай курсқа байланысты. Соны сатып аласың бірінші деңгейді, ол пробный уровень деп саналады. Сөйтесің алып, онымен жаңағыдай бірінші деңгейдің сабақтарын өтесің, и ол жерде установка деген тренажер бар. Өзінің бір тапқан установкаңды табасың, бірінші ол жерде табуды үйретеді, былай болғанда былай деген сияқты. Сен соны үйреніп аласың да, жасайсың кәдімгі тренажерменен жұмыс істеп, өзіңнің бірнеше проработкаларын жасап тастауға болады. Үйренесің. Обязательно ол жерде жаңағыдай проработка жасаған адамда міндетті түрде ой өзгереді. Результат мгновенный, жаңағы результат болады. Акцияның жаңағы мағынасы мынандай. Сен бірінші деңгеймен жұмыс істейсің, ал егер екінші деңгейді сатып алғың келетін болса, саған екінші деңгей 26800 тұратын. 26800 рубль, жұрттар теңге екен деп ойлап қалады екенші. 26800 рубль, ол где-то 155 мың теңге. Сен қазір 28 мыңға сатып алып жатсың ба, кейінгісін 127 мың теңгеге аласың деген сөз, да? Скидкамен аласың. Бірінші деңгейдің бағасын сенен шегеріп тастайды. Сөйтіп, екінші деңгейді арзандау болып сатып алуға болады. Сондай акция жүріп жатыр. Ол бүкіл барлық кезге уже созылды. Өткенде тек қана бір 3 күнге беріп еді, кейін адамдарға пайдасын түсініп, сол акцияны біз өмір бойға қалдырамыз деп компания. Адам бірінші деңгейін сатып алып көрсін, ұнап жатса, 3 күннің ішінде, бірақ ол 3 күн ғана действует. 3 күннің ішінде сен қалған екінші бөлігін сатып алуың керек. Сол кезде саған скидка действует. Общий комплексін қанша теңгеге алады адам алатын болса? Общий жалпы. Жалпы мастер кит 5 теңгеден тұрады. 5 теңгеміз жаңа ең біріншісі простой 4900, екіншісі базовый деңгей деп саналады да, ол жерде 26800 рубль тұрады, жаңа 155 мың теңге, да. Ол жерде көп деген проработка бар. 13 тренажер бар. 11, но бірінші менен жаңа бәрі 13. 13 тренажер бар. Ол жерде сен өзіңді вообще проработка жасайсың. Страхи, обиды, непринятые качества, мои эмоции, мои желания, моя индивидуальность, мое предназначение деген сияқты страхи да бар, я? Страх одиночества деген бар. Бүкіл осының барлығы соның ішінде образ деген де бар. Осы жерде ситуация деген мақсаттарын тестейтін. Бүкіл тренажер осы екінші деңгейде. Соның барлығын үйренесің. Базовый өзіңді күшті күйге келтіретін осы екінші деңгей. Сосын келесі 3, 4, 5 олар 15 мың рубльдан тұрады. Жеке сатып алсаң барлығынша, бүйтіп жеке біртіндеп сатып алсаң 71 мың рубль. А так 71 900 рубль, да? Ал оптом сатып алсаң бәрі бесеуін бір уақытта сатып алсаң 350 мың теңге болады. 59 мың рубль. 59 мың рубль. Енді қымбаттау, бірақ $1000 жетпейді. Я доллар қазір өсіп бара жатыр. Срок действия бір жылға, сол 5 уровеньді алған кезде сен 1 жылға аласың. Срок действия дегеніміз бар ғой, кабинет сенде постоянно ашық, ол өмір бойға беріледі. Сен личный кабинетің болады, логин мен парольмен кіретін. Каспи кезетті білетіндер мысалға сол, да? Инстаграмда да сен личный страницаң ғой, логин парольмен кіретін. Сол сияқты сен қайтадан шығып кетті.
түсіндіріп кете салайыншы, сонымен өзіміз де аяқтаймыз, кеш болып кетті. Ал жаңағы Инстаграм сияқты личный страницаңа кіресің, 5 теңге қолыңызға доступный болып тұрады. Сабақтардың барлығы деңгей-деңгейге бөлініп қойған. Әр деңгейдің өзінің сабақтары бар, түсіндіретін. Ал сабақтарының бәрі просто жай видео форматтағы. Дарья Трутневаның өзі, автордың өзі түсіндіріп айтады. Сознание, подсознание деген не, мақсат қою деген не дегеннен басталады негізгі. Алғашқы сабақтары мақсат қою. Өмірлік мақсатыңды білесің ба, жалпы нені қалайсың, нені қаламайсың дегеннен басталады. Сосын содан кейін келесі деңгейде жаңағы біздің эмоциямыз, желанияларымыз, универсальный установкаларымыз, өзіміздің күшті күйге келтіретін предназначениеміз, индивидуальность дегеннің барлығы сол жерде екінші деңгейде проработка жасайды. Непринятые качества деген сияқты, ситуация, мақсат қою, мақсаттарға жету, образ қарау деген нәрсені, страхи, обиды осы жерде барлығы екінші деңгейде. Соны үйренеміз и және соның бәрін жасаймыз. Үшінші деңгей уже про сопротивление. Төртінші деңгей самооценка и норма. Бесінші деңгей выход из оценочности дейді. Сондай деңгейлерге бөлінген сабақтар. Ең алғашқылары бірінші, екінші деңгей адамның барлығына қажет. Ары қарай енді қосылу, қосылмау уже ары қарай алу, алмау өздерінің қажеттеріне қарай сосын көріне береді. Осы 5 деңгейден тұратын нәрсе, оның жаңағы алғашқы екі уровень, екі деңгейі, бір бағада 26.800. Немесе бірінші көрейінші дейтін болсаң, мүлде нем жоқ, мүмкіндігім жоқ қазір сатып алуға 155 мыңға десеңіздер, бірінші деңгейді алып көріңіздер. Бірінші деңгейдің өзінде жаңағы сізде установканы өзгертетін тренажер бар. Сонымен уже ақшаны можно проработать. Ақша жоқ, қайдан келеді, не болып жатыр, бұл мүмкін емес қой деген сияқты установкаларыңызды алып тастасаңыз, білмеймін, қайдан келетін, сол сумма, қажетті сумма келеді өзі. И менің тағы да бір уақыт бойынша нетіп атқанымда, август айында мастер-китке қосылғандар, хотя бы бірінші деңгеймен де қосылғандардың барлығына Дарья Трутневаның өзі марафон ұйымдастырып жатыр. Марафон деп отырғанымыз, ол нақты тапсырмалар береді. Тапсырмалар мастер-киттің ішінде де бар, бірақ ол нақтылап, жаңағы қалай дұрыс істеген, дұрыс болады деген сияқты өзінің сопровождениясы, жеке тағы да телеграм чатта өтетін. Соған қосылған мүмкіндіктеріңіз бар. Осы бір хабарландыруларды айтайын, түсіндірейін деп негізі эфирге шыққан. Төле би екеуміздің әңгімеміз таусылмайды, ол күнде бір екеуміз 1 сағаттан сөйлесетін адамыз ғой. Бір-бірімізге қажетті ақпаратпен бөлісіп, оның да сұрақтары таусылмайды, менің де сұрақтарым таусылмайды. Сондай жігіт. Так, болды, мен эфирімді аяқтайын. Жазбасын көріп аласыздар, мен сақтап қоямын. Пайдалы болдық деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіздер, жекеме жазыңыздар, хабарласыңыздар, WhatsApp номерімде тұр, топлинк дегенге кірсеңіздер. Хабарласыңыздар, жақсы сау болыңыздар.